сол енді 7-20 жемес білетін шығарсыз, көбейсің ғой. 7% жылдық пайызы, 20% ол бастапқы жарнаңыз төлейтін. Пәтердің общий суммасына 25 жыл, максимум 23 жылға соза аласыз. Онымен қазіргі біз таңда 242 адам банкпен одобрение жасап, договорға отырып, пәтерлерде тұрып алады. Бұл 7 банк арқылы жүзеге асырылады, банк второго уровня. Айту өтейін, банк Центркредитке барсаңыз болады, Сбербанкке, Народный банк, АТФ-ке, банк РБК-ға, Руслан банк, Центркредит банк бар ғой, айтып отқаныңыз да, сіз айтып отырсыз 7%-мен деп та, 7-20. Оларда осы 2-3 банкте ешқайсының 7%, 17%. Иә, вот именно 7-20-сін барсаңыз 17%. Мына сіздің айтып отқан перечень просто өзіңіз үшін да біліңіз келсе 7-20-мен банк второй уровень 17%-дан басады. 7 деген жоқ. 7 тек қана жылсы. Оларға барып та консультация алсақ, жилстройға барыңыз, 7%. Сол менің күйеу балам жүріпті, сол айтты 17%-бен береді деді. 17%-ден кем жоқ. Жилстрой банк 3 жыл ашып салып, 1 жылын қалып,